Жастар, бәріңе сәлем. Бұл видеода не үшін iPhone-ды сатып алудың қажеті жоқ, соны айтам. Екінші, экосистемаға көзқарас. Үшінші, кросс-платформа дегеніміз не, соны айтатын болам. Кеттік. Өз басым iPhone қолданып жүргеніме 5 жылдан астам уақыт өтті. Мынау менің реті бойынша үшінші iPhone-ым, iPhone 13. Не үшін менің келесі алатын телефоным точно iPhone болмайды, соны айта кетем. Ең алғаш өмірімде ұстаған iPhone-ым 13 Pro еді. 13 Pro-ны алған кездегі әсерім өте керемет болды. Ең алғаш өмірімдегі ультра флагман, еще ол ерекше жасыл түсте болған еді. Сосын оны 2 жылдай ұстап, батареясы 88%-ке құлап кеткеннен кейін жаңа телефон ұстағым кеп 11-ші iPhone-ға ауыстырып жібердім. Яғни мен 13 Pro-мды бердім, маған үстіне 40 мың теңгемен қосып 11-ші iPhone жаңа берді. Солай алдым. 11-ші iPhone-ның легендарный смартфон екендігін білетінмін. Ескілеу болса да, және де 13 Pro-ның қырлары жалықтырғаннан кейін жаңағы овальный телефон ұстағым кеп 11-ді алдым. Яғни бұнымен айтқым келгені, мен техниканың ең соңғы модельдеріне немесе ең қымбат нәрселерге ұмтылмаймын, іздемеймін. Оның орнына қоғам ішінде белгілі бір орын алған, мақталған және өзімді қызықтырған, өзіме ұнаған нәрселерге қарай ұмтылам. Оның қай жылы шыққаны да, модельдердің арасында алатын дәрежесі, орны да маған маңызды емес. 11-ші iPhone-да басында өте қатты ұнады, сосын қолдана келе кәдімгі қолданыстағы смартфонға айналды. Бір-бірімізге үйренісіп кеттік. Сосын алдыңғы жылы Қостанайға жасаған сапарымда 11-ші iPhone-ды сындырып алдым. Сосын сол жақта жүрген кезде Каспий магазиннен мына 13-ші iPhone-ды заказ беріп алдырдым. iPhone-ды қолданған кезде жеке дара құрылғын емес, үлкен бір системаның кішкентай бір бөлшегін ғана ұстап жүргеніңді сезінесің, және ол сенен Apple-дың экосистемасынан тағы да бір затты сатып алуыңды сұрап тұрады. Экосистема сен үшін есіктерін айқара ашады, бірақ сен басқа әлемнен оқшауланып қалғаныңды бәрібір сезесің. Бұл нәрсе мен сияқты әртүрлі брендтердің құрылғыларын, техникасын қолданғысы келетін адамдар үшін және перфекционисттер үшін үлкен проблема. Немесе сен толықтай Apple-дың экосистемасында әдемі болып отыруың керек, немесе мүлдем Apple-ға қатысың жоқ адам болуың керек. Дәл осы жерде қарапайым қолданушылардың көбісі бәрібір Apple-ды таңдайды. Сөйтіп, Apple маркетингтегі және компромисс жасаудағы соғыста үнемі жеңіп отырады. Енді бұдан былай менің жасайтын таңдауым және сендерге беретін кеңесім мына бір терминнен кеп шығады. Ол кросс-платформалы жүйе. Әртүрлі компаниялардың программа приложенияларының әртүрлі техникада өзара келісіп жұмыс істей алуы. Яғни, мысалы монтаж жасайтын DaVinci Resolve дейтін программа бар. Ол Windows платформасында да істей береді, Apple-дың MacBook-тарында да істей береді. Мысалы, бәрі білетін CapCut-ты айтуға да болады. Ол телефондарда да істей береді, компьютерларда да істей береді. Енді дәл осы нәрсені мен техникалардан талап етуді бастадым қазір. Яғни ол дегенім, менің телефоным Pixel болуы мүмкін, ноутбугым Lenovo болуы мүмкін, сағатым Huawei болуы мүмкін, наушниктарым Realme-дікі болуы мүмкін, үйде жанып тұрған светильнигім Xiaomi-дікі болуы мүмкін. Және осының бәрі менің ыңғайлылығым үшін келісіп жұмыс жасай алу керек. Дәл осы жерден қарапайым мысалы, үйде менің өзімде емес, ағамда Huawei-дің смарт сағаты бар. Оның кейбір функциялары iPhone-мен жұмыс жасамайды. Ағам тоже iPhone ұстайды, 15 Pro Max. Кейбір функциялары толық істемейді екен. Менің өзімде ондай сағат жоқ. Дәл осы қарапайым осы мысалдан-ақ келтіруге болады. Apple-дың үйлеспейтіндігі, жаңағы мен айтып отқан нәрсеге, кросс-платформалы жүйеге. Яғни сен Apple-дың идеальный экосистемасына басыңмен толықтай кіру керексің, тек Apple-да болуың керексің, немесе толықтай Apple-дан отказ жасауың керек. Мен екіншісін таңдап отырмын. Менің үстімнен ана Instagramдағы прикол сияқты твой тот самый нишевый друг деп күлуге болатын шығар, бірақ мен де өз өмірімде реттіліктің болғанын қалаймын. Ал iPhone мені өзінің қағидаларымен жүргізуді қалайды. Ал менің бұған айтар жауабым: қош, сау бол.